Барлық дамыған елдердегідей, әйелдер жоғары білім алып, жұмыс істеп, өздерін қамтамасыз ететін болса, туу деңгейі бірге төмендейді. Себебі ақшаға деген сұраныс әлі де болса жоғары. Менің қорытындым мынандай. Саяси түрде қол жетімді және қабылдауға болатын нәрсеге ұмтылу керек. Ол дегеніміз жылына 20, көп болса 25 мың сингапурлық доллар. Бірақ мұндай жағдайда біз барлығымыз қартайып, азайып бітеміз. Мысалы, сіз қаншадасыз? Мен 27-демін. Ал сен ше? 27-де? Күйеуге шыққансың ба? Жоқ. Сен докторантурада оқып жатсың ғой? Иә, дұрыс. Докторантураңды қашан бітіресің? 2 жылдан соң. Бітіргенде 29-да боласың ғой. Жігітің бар ма? Жоқ. Бірақ бала тууға ең қолайлы жас 35-ке дейін. 35-тен кейін Даун ауруына шалдыққан, дұрыс жетілмеген, басқаша айтқанда дені сау емес, есі дұрыс емес бала туу қаупі көбейеді. Сондықтан менің сізге кеңесім, уақытты босқа құртпаңыз. Бұл әңгіме сіздің докторантураңыздан да әлде қайда маңызды әрі қанағаттанарлық дүние. Сізге сәттілік тілеймін. Докторантураңызды бітірерсіз. Сонымен қатар жігіт табуыңызға тілектеспін.